Әріптестер, мен қазір мына ВКонтактіде әлеуметтік желіде отырмын. Жалпы мен ВКонтактіде біраздан бері бармын. Бұл жерде сервистер бар ВКонтактіде, қарасаңыздар. Енді осы жерде мына сообщество деген басамыз. Мінекей мына жерде менің группам бар. Бұл психология байланысты жасаған. Группаны тоже жаңағыдай жабық түрде, ашық түрде жасауға болады. Сосын группаның өзінің жаңағы бағыттарына сәйкес өзінің функциялары болады. Енді менікі бұл жаңа образовательный жақ болғаннан кейін мен бұны жабық түрде ұстадым, өйткені өзіме қатысты мәліметтер бар ғой. Қарасаңыздар, мына жерде достарды қосуға болады, олармен пікір алмасуға болады. Обсуждение деген жерде, фото деген жерде нелер тұр. Мына басатын болсақ, қараймыз, показать, все. Мен барлығын альбомға сақтаймын. Жалпы мен өткізген сабақтар, қажетті деген фотолардың барлығын осында жинаймын, өйткені бұл память алмайды, ешкім өшіре алмайды, вирус жемейді дегендей. Мына видео деген жерлерге мен сергіту сәттері, релакс музыкалар, жалпы өзіме қажет деген дүниелердің бәрін осында жинақтаған болатынмын. Енді бұл жерде маған ұнайтыны мына сообществода меню жасаған болатын. Уақыты көрсетіп тұр, 25 март 2019 жылы жасаған екен. Мынау менюді басатын болсақ, біз кәдімгі мәзірге өтеміз. Енді кез келген ақша салайық, мысалға әдістемелерді басам. Қазір бастым мен әдістемелерді. Мынандай шығады, мысалға. Мен жаңа курстарға жан-жаққа барам ғой, сонда алған мәліметтерім болсын, жалпы өзіме қажет осының барлығы деп, осы жерге салам барлығын. Уақыты барлығы көрініп тұрады. Сообществоның жақсы жері, бұны сіз телефонмен де басқара аласыз. Кез келген компьютерде, ноутбуктен де кіре аласыз. Сонысы жақсы. Керек кезде керек құжатты скачать етіп аласыз. Қолжетімді. Ана флешкадан қарағанда осы маған тиімдірек. Сосын бұл жерде де лента бар. Мысалы, қажетті мен жаңағы ресурстар бар ғой, солардың барлығын мен сілтемесін аламын да осы жерге қоя беремін. Керек, қажет болады деп енді өзіме жазам жаңағындай. Өйткені телефонда тұрғасын памятімнен жоғалып кетеді. Сол үшін мен осы жерде осылай сақтаймын барлығын. Барлық керек деген құжаттардың бәрін осы жерге салыппын мен. Осындай ВКонтактінің пайдалы жақтары бар. Осы туралы бөліскім келді сіздерменен. Жан-жақты болыңыздар.